Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сұлы үлпегінен дайындалатын диеталы дәмді блинчиктер жасайтын боламыз. Әр апта сайын жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал ендеше бастайық. Бізге қажет болады 2 жұмыртқа, жылы 1 стакан сүт қажет болады, 3 ас қасық шекер саламыз. Сұйық қоспаны араластырып аламыз. 1 шай қасық қамыр қопсытқыш саламыз. Сұлы үлпегін блендермен үгітіп алып, сұйық қоспамызға салып шығамыз. Енді барлық қоспаны жақсылап араластыратын боламыз. 3 ас қасық сұйытылған май құямыз. Табаға аз ғана майды құйып, жан-жағына жағып шығамыз. Bir ожаудан құйып, блинчиктерді пісіріп аламыз. Сұлы үлпегінен дәмді әрі сочный болып пісетін блинчиктеріміз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болады. Жаңа видео рецепттерді жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып каналға тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған супер келін Диана.